Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. 5 миллион теңге 2,5% жастарға берілетін несие туралы не белгілі? Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Ордабаев орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды БАК-КЗ тілшісі. Вице-министр кәсіпкерлік бастамаларды қолдау, тетіктері бизнес идеяларды құруға және дамытуға 2,5% гранттар мен микрокредиттер беру мәселесіне тоқталды. Айтуынша, грант соммасы 400 АЕК-ке дейін болады. Ал оған халықтың әлеуметтік осал санаттарының өкілдері қатыса алады. Қатысуға өтінімді басыңыз еңбек.кз порталы арқылы онлайн режимде беруге болады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз, арнамызға жазылыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.